Тәлімгер дегеніміз ол мұғалім, жетекші, тәрбиеші және балалармен бірге бір ұжымда жұмыс істей алатын, оларға дұрыс бағдар бере алатын және тәлім тәрбие бере алатын, олармен әрқашан тез тіл табыса алатын, олармен жақсы дұрыс қарым-қатынаста бола алатын адамды тәлімгер деп атаймыз. Тәлімгер міндеттері. Тәлімгерлердің жұмыстары балалармен тығыз байланыста болғандықтан, олар балаларды көзден таса қылмай, әрдайым қадағалап отырулары қажет. Сонымен қатар олар балалардың уақытын тиімді әрі пайдалы өткізілуін ұйымдастырулары қажет. Және балалардың психикалық және физикалық қауіпсіз жағдайларын ұйымдастырулары қажет. Және санитарлық нормаларды орындалуын бақылаулары қажет. Және балаларға арналған мәдени сауықтыру бағдарламаларын жүзеге асырулары және оларды ұйымдастырулары қажет. Және лагерь ішіндегі ішкі ережелерді сақтаулары қажет. Тәлімгер ең алдымен өз ісіне жауапты, шыншыл, балаларды түсінетін, шығармашыл, позитивті, балаларға жақсы көңіл күй сыйлап жүретін, жан-жақты және белсенді, шынайы, әділетті болуы қажет. Тәлімгер болудың жақсы жақтары, ол сен әрқашан дамуда боласың, жан-жақты болуды үйренесің, шығармашыл болуды үйренесің, балалармен тез тіл табысуды үйренесің, ұжымда бірге жұмыс істеуді үйренесің, ел алдында ұялмай, қысылмай, ашық жүруді үйренесің, және әрқашан көтеріңкі көңіл күйде болуды үйренесің.